TikTok, спусти мое видео в рек. Дұрыс айттым ба? Бар білген орысшамды айтып қалайын да. Комментарийда орысшаңыз нашар екен, сөйлей алмайды екенсіз, сөйлемей ақ қойыңыз, орысша айтпай ақ қойыңыз дейді да. Енді бізде орысша, қазақша араласып кетеді да. Ол акцентпен айтасың ба, таза айтасың ба? Енді өзім сөйтіп үйренгем. Бірақ мен орысша білуге міндетті емеспін. Еще сосын бүйтеді. Әдебиет кітап көп оқыңыз. Сіздің сөздік қорыңыз аз екен дейді да. Менің сөздік қорым аз болса, әдебиет оқыған, кітап оқыған қыздар балдардан еш жерім кем емес, артық болмаса. Еще менің кітап оқып отыратын уақытым да жоқ. Уже кітап оқып отыратын уақыттан өтіп кеткенбіз. 4 бала шағамыз бар, жұмысымыз бар, үйіміз бар. Сондықтан маған үйретпей ақ қойыңдар. Так что не надо меня учить. Осы ақырғы кезде ұзағас ұрысқақ болып кетті деп айтпаңыздар. Просто комментарийларды оқып отырып бір обидно болып кетеді екен да, саған анау. Сонша еңбегіңді көрмейді да, менсіңіз деп отырады екен да бәрі ше. Ренжімеңіздер, барлығыңызға бірдей неғып атқан жоқпын. Арасында енді сондай хейт жазатындарға айтып атқаным ғой. Қой ұзағас не қыласың? Жаза берсін. Тірлігіңді істеп жүре берсейші деп айтатын адам жоқ қой. Ал мен заказыма кірістім. Бұл 24 күнгі заказым Мұстау кафесіне болады. 60 жас мерейтой және ақырында тұсаукесерді қосып жібереміз, тұсауын кеш жібереміз деді немересінің. Сондықтан осындай композицияны таңдаған. 2,5-ға 3-4 пішті болады. Оның натяжной тартамыз арқасына. Оны алдына осында одинарный кругпенен, гүлдерменен әдемі композиция. Как всегда өзімнің командамды шақырдым. Мобилограф, көмекшім, шәкіртім, мен төртеуміз бірге осы бүгінгі заказды жасадық. Еще алдың күні мен Шымкентке барып, тағы да эко гүлдер алып келдім. Естественно, оригинальный көрінетін, кәдімгі живой сияқты көрінетін гүлдер алдым. Күшті. Еще біздің үй жақта бір күшті тойхана салынып жатыр, соны мен көздеп жүрмін. Договорға тұрып, сол тойхананың оформлениесін полный өзім жасаймын деп алғым келіп жүр. Заказ бергілеріңіз келсе, алдын ала маған жазып, WhatsApp-қа өздеріңіздің күндеріңізді брондап қойыңыздар, себебі август айына уже біраз күндер бос емеспін. Қалай, сіздерге ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.